Фотография қазіргі сәтті ұстап, оны тарихқа айналдыру. Фотография бір сәтті мәңгі есте сақтап қалу. Нақып Шерұлы 1966 жылы Кентау қаласында дүние есігін ашқан. Бала күнінен айналасындағы сұлулықты, адамдардың өміріндегі ерекше сәттерді бақылап, оларды есте сақтауға ерекше қызығушылық танытқан ол, фотоөнерге ерте жастан-ақ жақын болды. Бұл құштарлық оны 1984 жылы Түркістандағы кәсіптік білім беру техникумның фотография мамандығына алып келді. Ол кезде қарапайым студент болған Нақып Шерұлының бүгінде Республикалық фотоөнер қоғамдық бірлестігінің белді мүшесі атанатынын ешкім білген жоқ. Алайда бала күнгі қызығушылық, үздіксіз ізденіс пен өз ісіне деген адалдық оны кәсіби фотограф ретінде қалыптастырды. Фотографияға мен бала кезімде қызыққам. Жаңағы ағам фотоаппарат әкеп түсіретін. Ол кезде кішкентай ғана пленкаға неғып түсіреді, соны қызығып жүретін. 1983 жылы оқуға түстім. Бір жыл оқыдым сонда. Сонда бізге тек ақ-қара түсті қалай түсіру, қалай пленканы проект ету, сондай нелер үйретті бір жылда. Оның шығармашылығында пейзаж және архитектуралық фотосурет жанрлары ерекше орын алады. Әсіресе табиғатты фотоға түсіруді жаны сүйетін шебер Түркістан өңірінің таңғы шығы мен кешкі шапағын, кең даласының тылсым сұлулығын кадрға сыйдырды. Табиғаттың әрбір құбылысын, жарық пен көлеңкенің үйлесімін, мезгілдердің алмасуын шебер байқай отырып, қарапайым көріністердің өзінен ерекше эстетикалық мән таба білді. Оның фотосуреттерінен туған жерге деген сүйіспеншілік пен табиғатқа деген ерекше ілтипатты аңғаруға болады. Көбіне жаңағы қала көріністерін түсіргенде мен таңғы уақыттарда, кешкі күн батарда, сондай кездерде түсірем. Өйткені жарықтың сол кезде жарықтың сәулесі алтын уақытты түстес болады да, фотолар жұмсақ көрсетеді. Сондықтан онда суреттер сапалы болып шығады. Сондай уақыттарда көбіне түсірем. Кейде суретті қасына өтіп баратып есіңе түседі. Осындай бұрынғы түсірген суреттің орнында кадрлардың қазір бейнесі, сурет сақталып қалады. Әрдайым интернеттен қараймын, басқа газет журналдан да іздеймін. Ондай фотографияның қалай суретке түсіру, соны жасалас газетінде. Сондай бір соңғы бетінде мұндай әуесқойларға арналған сабақтар өтеді екен. Асылхан Абдырайым фотограф кісінің бірлестігі бар екенін білдім. Сөйтіп ол кісіге хабарластым. Фотоға әуесім бар еді, сол мүшелікке қабылдайсыздар ма дегендей қылып сұрадым, хат жазып едім. Сосын арада біраз жауап келді. Арада біраз уақыттан кейін бірлестік мүшелерінің жиналысында талқылап, сен қабылдайтын болды деді. Нақып Шідемірдің кез келген нәрсесі сол жүрекке байланысты. Ол ешкіммен жаңадай ренжісе де, басқа да кезеңдерде өзін өте сабырлы ұстайды, әрі суреттерінде де ол көрініп тұр. Кез келген суреттер кәдімгі көңілге жағымды. Олардың көп суреттері осы Түркістан қаласының тіршілігі, ғимараттары, тарихы, осы жердің тұрғындары, Түркістан қаласында болып жатқан әртүрлі мерекелер, ұлттық дәстүр, осылардың барлығын фотографияда үнемі тарих ретінде түсіріп, жас ұрпаққа, кейінгі мұрағатқа қалдырып отыру керек. Сол міндетті Нақып Шідемір
атқарып жүр. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде Нақып Шерұлынсыз бірде-бір маңызды іс-шара өтпейді. Ресми басқосулар, халықаралық конференциялар, айтулы концерттер мен тартысты спорттық жарыстар бәрі де оның назарында. Оның жұмысқа деген жауапкершілігі мен қажырлығы кәсібилігінің басты өлшемі. Университетте 20 жылға жуық жұмыс істеп келе жатырмын. Соның ішінде мен көп адамдармен өте жақсы сыйласып жүруге тырысамын. Сондай араласып, көбіне ол кісілердің кейбір көрінбейтін қырларын бейнеге, суретке түсіріп алғым келеді. Сол кезде солардың әрбір суреттерін таспалап алғым келеді. Қайбір іс-шара болсын, бастан аяқ бітірмей кетпейтін. Кейде мысалға 4 сағат бола ма, сол 4 сағат шыдаймын. Тапсырманы көңілінен шыққанша, сол еңбегімді еңбек етуге тырысамын. Сол шын жүрекпен жақсы көріп жұмыс істеймін. Әрбір қай факультет, қай кафедра болсын, сөзін жерге тастамаймын. Өйткені мен олардың өзім сияқты көремін. Кадр арқылы тарихты сақтап жүрген Нақып ағайдың өміріндегі тағы бір үлкен ең бағалы мұрасы бар. Ол оның соңынан ерген шәкірттері. Бір кездері ұстаздың жанында жүріп фотоөнердің қыр-сырымен бірге өмірдің де мектебін көрген сол жастар бүгінде еліміздің әртүрлі медиа саласында абыроймен қызмет етіп жүр. Ұстаздың жүрегінен шыққан білім мен жылы тәлім олардың кәсіби жолында ешқашан сөнбейтін шамшыраққа айналды. Шәкірттерінің әрбір жетістігі ұстаз еңбегінің жемісі. Фотожурналистика деген сабақ болатын. Онда кейде тәжірибелік мақсатпен мен студенттерге ағайлары, апайлары жібереді. Сонда мен сол фотожурналистикадан фотографияның қалай түсірілімі, қалай қолдану керек, сондайларды үйретемін. Барлығы бірдей фотограф болмаса да, ішінде арасында фотоға әуестер бар. Мысалға өзім бар білімімді, сондай өзімде бойымда не бар, соның бәрін шәкірттерге үйретуге тырысамын. Олардың бәрі қызығушылықпен сұрап жатады, қалай түсірдіңіз, қалай соны түсіруге болады, сондай неде телефонда, неде хабарласып сұрап жатады. Шәкірттерімді ондай кезде мен барлық жұмысымды тастап түсіндіруге тырысамын. Нақып Шерұлы кәсіби фотографпен қатар ол өз шаңырағының берік тірегі. Бүгінде аяулы жар, үлгі тұтар әке және немерелеріне жол көрсетер ардақты ата. Жұбайы екеуі 2 ұл мен 2 қыз тәрбиелеп өнегелі отбасы құрып отыр. Оның кәсібіндегі байсалдылық пен сабырлық табиғи болмысынан бастау алады. Балаларының айтуынша әкелерінің мамандығы өзіне өте сай әрі жарасымды. Ол ешқашан асықпайды. Фотоаппаратын қолына алып, әрбір кадрға үлкен жауапкершілікпен, ерекше байыппен қарайды. Ол кісі мен үшін әке. Ол кісі үйде сабырлы, қарапайым, еңбекқор. Ал жұмысқа келгенде ол өз ісіне адал, жауапкершілігі мол. Жұмыста уақытылы бар, уақытылы келіп, өз ісіне деген сүйіспеншілігін солай көрсетті бізге. Өйткені біз кішкентайымыздан ол кісінің техникасын, фотоаппаратын ұстап түсіре алмасақ та үйрендік сол кісіден. Енді ол кісі менің ұстазым десем де болады. Өйткені сол кісінің артынан еріп, осы мамандықты мен де қуалап келе жатырмын. Сол кісінің үйреткен нәрселерінің арқасында мен өз нанымды тауып, сол нәрсенің жемісін көріп келе жатырмын. Бүгінде оны айналасындағы жандар уақытты тоқтатқан адам деп атайды. Өйткені ол жылдар бойы осы көне шаһардың тыныс-тіршілігін, адамдардың шынайы қуанышы мен өміріндегі ең маңызды сәттерді қаз қалпында кадрға көшіріп келеді. Уақыт зымырап өтеді, адамдар өзгереді, қала жаңарады. Оның объективінде бақытты сәттер мәңгілікке қалады. Ол өткен мен бүгінді жалғаған Түркістанның тірі шежірешісі. Менің миссиям осы сұлулықты, осы шындықты сіздерге көрсету болды.
Күндердің күнінде мен де тарихқа айналармын. Бірақ менің көзіммен қаралған әлем осы таспаларда, осы суреттерде қалады. Соның өзі мен үшін үлкен бақыт.